Сәлем, құрметті көрермендер. Мен алдында сіздерге 11 март айында тұқымнан еккен қиярларымның жағдайын көрсеткен болатынмын. Кішкене екі осындай жапырақ алып торттың ыдысында тұрғанын көрсеткен, өсіп жатқанын. Енді соларды осындай ыдысқа әрқайсысын бөлек ыдыстарға еп қойдым. Мына жерде де мінекей арасын алшақ қойдым. Кеше ғана пикировка жасадым. Осылай жарыққа қарап, мінекей күннің көзіне қарап өсіп жатыр. Қазір ана терезеде тағы да бар, көрсетемін. Мінекей мына жерде де қиярларым жайлап екі жапырақ. Енді мына жерде үшінші және төртінші жапырақтарын ары қарай салайын деп тұр. Мінекей бұйырса, бұл да күнге қарай өсіпті. Әрқайсысын бөлек отырғыздым. Барлығын бір ыдысқа қойдым. Мінекей мына жерде де тағы бар. Мынау енді қурап тұр кішкене. Бұны енді бір күннен кейін алып тастаймын. Алып кеткендерін көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді сіздерге помидорымның жағдайын көрсетейін. 10 күні өсіріліп жатқан. Енді мінекей осындай болды. Бұл да қияр сияқты. Енді 3-4 жапырақтарын береді. Күн көзі әдемі түсіп тұр. Бетін кішкене жауып қоямын. Суланып жатыр. Мына жерде де мінекей бұлар перец болу керек. Бұларда 2 жапырақтан кейін уже ары қарай жапырақтарын беріп жатыр. Енді мынадағы тұқымды көрсетейін. Бұда да мінекей көрсеңіздер, бұда да перец өсіп жатыр. Бетін жауып қоямыз. Енді сіздерге мақтадағын көрсетемін. Қазір мақтадағыны. Мақтадағы мінекей мақтам уже бер қарай көтеріліп кеткен. Міне жағдай осындай болады. Помидорларым мінекей осындай. Топырақ жоқ болған жағдайда осылай помидорларыңызды, қиярларыңызды ексеңіздер әбден болады. Содан кейін 3-4 жапырақ болғаннан кейін топыраққа отырғызасыздар. Қазір мынаны осылаймен тұрғанда топыраққа отырғызбау керек. Ары қарай жапырақтарын береді. Бұны целлофанмен бетін жауып қоямыз. Мінекей менің осындай ыдыстағы көкөністерім күн көзінен нәр алып, жайлап өсіп жатыр. Ал бұл павловня тұқымы әлі өскен жоқ. Бұны мен 15 наурызда еккенмін. Бұйырса, енді шығуын күтемін. Шыққаннан кейін сіздерге міндетті түрде видеосын салатын боламын. Қазіргі осы жағдайы осы тұқымдардың өсіп жатқан. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сау саламатты болыңыздар.